Енді біздің қазіргі қоғамымыз 21 ғасырда уақыттың дамуына байланысты интенсивті технологиялар және сапалы білім беру деген сияқты мәселелер өзінің орнын алып жатыр. Ол табиғи нәрсе. Мысалы, басқа 30 алдын қатарлы елге қосылу үшін біздің ең бірінші сапалы кәсіби мамандар дайындай білуіміз керек. Өкінішке орай, ондай мамандарды көп деп айтуға болмайды. Әр салада бар, ол жоқ емес, түсініңіз бе? Бірақ оның қазіргі дайындалып жатқан мамандардың сапасының өте жоғары болуы қажет. Ол жоғары болу үшін оған сабақ беретін ұстаздың білімі өте жоғары болу керек, білімді болу керек. Мінекей, сондықтан бұл мәселе өте сондай көптеген еңбекті, көптеген ойлауды қажет ететін, көптеген әрекеттерді қажет ететін түбегейлі мәселе. Елдің Қазақстан, қазақ елінің болашақта даму үшін, өзінің орнын әлем картасына дұрыс алу үшін біздің жастарымыз білімді болу керек. Білімсіз ол ешқандай шаққа бара алмайды, ол ешқандай жарысқа түсе алмайды, түсініңіз бе? Ал білімді болу деген, мына жаһандану дәуірінде жастар өзінің ұлттық құндылықтарымен дамып отыру керек. Тек қана жалаң білім алмай, мысалы дәрігер, инженер, тағы басқа, әсіресе ұстаз, бұл мамандықта иелері, ол тек қана білім алып қоймай, сол білімді ұлттық құндылықтардың негізінде. Өйткені жаһандану дәуірінде ол жоғалып кетеді. Түсініңіз бе? Оның ұлттың кім екенін білмей қалуы мүмкін. Сондықтан білім алға жетелейді, сонымен қатар ұлттық құндылықтарды әрі қарата дамытуымыз керек. Ұлттық құндылықтар деп отырғанымыз ол тіл. Тіл бүкіл адамзаттың, халықтың өмірі, оның өткен болашағы, оның бүкіл әдет-ғұрпы, оның мәдениеті, оның санасы. Тіл дегеніміз сол. Сондықтан ол тілді үйренбей, сол тілде сөйлемей, ол арғы қарата жылжу деген жоқ. Ол тек қана ағылшын тілі ғана көмектеспейді. Тек қана орыс тілі ғана көмектеспейді. Мысалы, біздің мемлекеттің тілі қазақ тілі болса, Қазақстан деген ел, қазақ елінің осы тілді біліп, құрметтей білу керек, түсініңіз бе? Сондықтан осы тілде сөйлеп, осы тілде толып атқан ғылыми кітаптарды оқып, содан білім алуға болады. Әрі қарата орыс тілінде, сонымен қатар ағылшын тілінде бүкіл әлемдік деңгейге шығуға болады, түсініңіз бе? Енді қазір латын графикасына көшеміз деп отырмыз ғой. Латын графикасы бойынша жаңа әліпбиге. Бұл біздің елімізге, жастарымызға деген ашылған жол. Ол қандай жол? Бұл латын графикасында 80-нен астам ел осы графикамен енді біз өзіміздің жазуымызды, өзіміздің кітаптарымызды, ғылыми еңбектерімізді осы графика арқылы жазамыз. Сонда басқа елдің азаматтары да біздің жаңалығымызды, жетістіктерімізді, тағы басқа ұлттық құндылықтарымызды, тарихымызды олар да білетін болады. Қасым-Жомарт Кемелұлы өте дұрыс айтты. Бірінші қазақ тілін, мемлекет тілдерін меңгеруіміз керек, одан кейін орыс тілін меңгеруіміз керек. Ол керек, өйткені бізде басқа 100 қанша бір ма ұлттың өкілдері тұрады, солармен қарым-қатынас жасау үшін ағылшын тілін содан кейін меңгереміз деді. Өте тамаша. Мысалы, тілді, ағылшын тілін жай тіл ретінде үйрете беру керек. Ода қорқыныш жоқ. Бірақ химия, биология, математика, физика деген баланың ана тілінде берілу керек. Өйткені тіпті ана тілінде оқығанда сіз білесіз, сол математиканы жақсы шешетін, жақсы үйренетін балалар бар ғой, жақсы шешемайтын балалар бар. Бір класста 20 бала болса, оның мысалы 10 жақсы математик, қалғандары соған жақынырақ сөйтіп тырысады, бірақ аса бір жетікті білмейді. Ал енді оны ағылшын тілі бергенде біздің балаларымыз сауатсыз болып шығады ғой. Мен сондықтан ағылшын тілін пән ретінде оқытыңыз. Мысалы 5 класстан немесе 3 класстан бастап оқыса ағылшын тілін, бітіргенге дейін ол сөйлейтін болып шығу керек. Неге ол бала сөйлемей келеді? Мысалы мен шет тілі маманымын, бізге келеді, ол бала сөйлемей келеді. Неге сөйлемей? Ана репетитор, тағы курстарға барғандар сөйлейді. Ал енді ондай мүмкіндігі жоқ балалар, олар сөйлемей келеді. Не себепті? Өйткені мектепте білім сапасыз. Түсініңіз бе? Ағылшын тілі мұғалімі 45 минут сабақ берген кезде, ол есіктен шыққан бала ана жерде бір ағылшын тілді адам тұрса, сонымен сөйлесетіндей дәрежеде болып шығу керек. Сондай learning outcome дейміз, нәтиже. 45 минуттық білім берудің нәтижесін көріп тұру керек адам. Біз ондай нәтижені көрмейміз ғой. Әйтеуір бірдеңелерді береміз, үйретеміз, қайтарамыз. Сондықтан мұның бәрі келгенде сапалы маманның әлі жоқтығында. Біз білімді сапалы болу үшін отбасынан бастау керек. Отбасында қазақ бекер айтпаған.
міне бүкіл әлемде мен сөйлеу антогенез деген тақырыпты міне 30 жыл бойы зерттеп келе жатырмын. Ол адам баласы шыр етіп өмірге келгеннен кейін ана тілінде қалай сөйлейді, қалай ол сөйлеп кетеді кішкентай бала әрі қарата. Мінекей сонда бүкіл әлемдегі зерттеуді дерлік зерттедім. Соның ішінде тек қана қазақ халқы былай деп айтқан: балаңмен құрсағында жатқанда сөйлес деп. Көрдіңіз ба? Тәрбие сол уақытта басылады дейді. Бала құрсақта жатқанда ананың өзінің ана тілінің әуезді үндерін естиді екен. Сонда отбасындағы тәрбие болашақта баланың кім болып шығуына, қандай маман иесі болып шығуына бағыт береді, негіз салады. Бәрі жай бір мынандай сондай істелінді деген мақсатта істелінбеу керек. Оны шынайы түрде мақсат қойып, соның нәтижесін көрейін деп, шын жүрегімен беріліп істеу керек. Ол үшін ол жақсы маман болып шығу керек. Жақсы маман болып шыққан адам өзінің уақытын еш уақытта аямайды. Ол ақшамен санаспайды керек десеңіз, түсіндіңіз ба? Жақсы маман тәрбиелеу ол отбасынан басталады, одан кейін мектепке келеді, мектепте ол дұрыс тәрбие алып шығу керек. Кәсіби маман дайындау деген жан-жақты нәрсе. Бұған шынайы бағдарлама, шынайы жұмыс істеп, еңбек майданы сияқты майданға кіріскен күнде ғана біз кәсіби мамандар дайындаламыз. Балаға өзіне ерік беру керек. Оған ата-ана көмектесу керек. Ата-ана біледі баласының қай нәрсеге икемді екен. Шынайы ата-аналық борышын мықты ақтарып жүрген адамдар болса, жұмыстан шаршап келгенде де баланы тыңдап сөйлесе беріп, оның не істегенін әр уақытта қадағалап отыру керек. Ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу керек. Мысалы айтады: балам орысша сөйлейді дейді. Бізде жазушылар да бар, неше түрлі адамдар бар. Қазақша керемет сөйлейді, балалар, немерелер орысша сөйлейді. Неге? Өйткені ол үйде ұдайы қазақ тілінде сөйлемейтін адамдар. Бір тіл доминант болады, түсіндіңіз ба? Бір тіл үстемдік жасайды. Басқа тілді сен үйренбе деп оған тосқауыл қоюға болмайды. Теледидар орысша мультиктер көреді, тағы аулаға шықса орыс тілді адамдармен кездеседі. Ол табиғи нәрсе. Ол бір-екі сөзді сөйлемді үйреніп алып, ары қарата олармен общение жасайды, сөйлесе береді, қарым-қатынас. Бірақ бір тіл үйде үстем болған кезде сол тіл әбден оның санасына кіріп, қалпына түседі. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бала сол үстем тілді қалай да сөйлеп шығады, сол басымдық танытады. Міне осыған біз мән берсек, сонда біз ол бала сол өзінің ана тілінде, орыс баласы орыс тілінде, қазақ баласы қазақ тілінде сөйтіп сөйлер. Өкінішке орай біз олай емес. Ата-ана орысша сөйлейді, анау қазақша сөйлейді, тағы біреу орысша сөйлейді, тағы біреу қазақша сөйлейді. Сонымен жаңадан тілін шығып келе жатқан балалардың басында қойыртпақ пайда болады. Екі тіл күреседі. Мына сол жақ болушар, сол жақ мидың, ол тілге арналған. Сол жақ бөлігі мидың бір-бірімен тайталасады. Былайша айтқанда, ол мидағы нейрондар жұмыс істейді, түсіндіңіз ба? Сөйтіп қайтыл басымдық, значит, қалай басымдық танытады? Бір тілден реакция түсе береді. Мысалы, лампы жанады, сөнеді, түсіндіңіз ба? Ана екінші баяу тіл, ол керісінше болады. Сонда мынау тіл үстем болып шыға келеді. Сол тілде сөйлейтін болады. Сондықтан ана тілінде сөйлеген бала, ол когнитивтік тұрғыдан, даму тұрғысынан, биологиялық, физиологиялық тұрғыдан ол жақсы адам болып шығады кейін. Жақсы ұлттық құндылықтарға негізделген адам болып шығады. Ол қоғамның болашағы болады. Ол тек қана өз отбасының емес, елдің болашағы, қоғамның болашағы болады. Сондықтан біз бұл кешенді нәрсе, жаңағындай маман дайындау дегеніміз. Бұған үлкен мән қойып, үлкен қаражат бөліп осылай жасауымыз керек.